Это язык. Язык. Тіл. Тіл. Иә. Білесің ба, тіл не ол? Тіл. Сиырдың тілі. Соны тілі. Иә. Бә. И күшті ол дәмді. Же. Же. Мынауға тіл. Только не наша коровье. А? Коровье язык. Это кто? Это қазы. Коза. Қазы. Коза. Да. Канинанікі ол, жылқынікі. О, мультик. Кеш жары қалайсыздар? Мен бүгін бір үлкен стресстен өттім, если честно. Көптен бері тамағым мазалап жүрген білесіздер ғой, мені қатты жөтеліп, содан әлі де мына связкаларым ән айтқан кезде жөтел болып кете береді да. Содан уже қоймайды, неше түрлі дәрілерді іштім. Содан бүгін бір лорға барайыншы деп, без записи, просто барайыншы деп уже уақытымды бөліп барған болатынмын. Сөйтіп лор центрға бардым, кәдімгі жақсы. Сөйтіп врач қарады, анадай палкаларын тығып, барлығын кәдімгі түсіріп снимке. Сөйтіп қараған кезде жаңағы менің связкамның үстінде, получается, бір анадай образование, слизь сияқты бірдеңе тұр да, и вот мынау не дейді да. Мен айтам, я не знаю, не бұл, өзіңіз қалай ойлайсыз. Сөйтіп бірнеше рет түсірді, сосын барып айтты, что-то мен түсінбей тұрмын мынау не екенін, мен сізге примерно жаңағы диагноз қойып берем, бірақ олай болмауы да мүмкін, мен сізді басқа бір врачқа жіберейінші деп айтты. Сосын сол врачқа хабарласыңыз, ол доцент, жаңағы үлкен опыты бар сондай врач деп, бірақ еще былай айтты да, хоть бы этот диагноз не подтвердился деген сияқты да. Мен шошып кеттім, неге ол кісі өйтіп айтты деп. Сосын жаңа қағазын алып машинаға келгеннен кейін оқыдым да. Сөйтсем папиллотоз гортани деген қойып берді. То есть папилломатоз гортани деген сондай оказывается ауру бар екен. Оны интернетке кіріп қарасам, вообще папиллома деген это доброкачественная опухоль, то есть образование жаңағы қатты жөтелдің. И жаңағы енді кәдімгі егер оны дұрыс лечить етпесе, ол жаңағыдай ары қарай асқынып кетуі мүмкін деген сияқты. Слизистыйдың, ауру екен да. Сосын ойбай деп жаңағы врачқа жазсам, ол врач елде емеспін дейді. Сөйтіп таныс жаңағы врачтарға звондап, олар мені жаңағы үлкен больницаға жіберді. Бізде 5-й Челсиная деген бар. Сол жерде бір главный врачқа мені жіберді. Сөйтіп барып, сол жерде врачқа мен енді қорқып кеттім, десейтін қайратқа звондадым. Ойбай, сөйтіп айтып жатыр, не істеймін деп. Ойбай, тез бар, тез деп. Сонымен барып, ана жердегі врачқа көрсетіп, қарады. Сосын айтты, жоқ, егер ондай болатын болса, ол оказывается связкаға түсетін ауру екен. Және де сіздің даусыңыз бірден хриплый болып кететін еді дейді, даусыңыз шықпай қалатын еді. Менің даусым нормально шығып тұр, то есть связкаға ештеңе болмаған. Сөйтіп отделениенің врачына барып, ол кісі қарап, сөйтіп маған айтты, жоқ, олдай папиллома деген бар екен, оказывается, гортани, сондықтан біліп жүріңіздер, ол мына связкаға түсетін сондай слизистыйдың бір несі, образование, оказывается, андай түйіршік болып көрініп тұрады дейді, қызыл болып. Және де ол бірден дауысқа білінеді екен. Дауысыңыз қатты хрипы болып кетеді. Вот сонда оны уже сөйтіп диагноз жасауға болады дейді. Менікі қазір қараса уже жоқ дейді жаңағыдай. Образование уже жоқ. Значит, это была какая-то слизь дейді, сізде сол выделяется. Ол ана қатты ауырғаннан кейін сіз до конца лечиться етпегенсіз, и содан жаңағы қалып қойған катаральный ларингит дейді ғой, Сонымен ой деп әйтеуір успокоилась. Еще емі де оп-оңай, мукалтин ішіңіз, жаңағы не дем алыңыз деді, мынадай қалай дышать етіңіз деді. Сондай, то есть қатты бір қиын нәрсе емес. Бір ретте маған бір оқырман жазған болатын, осы инфекция, бактерия, зева деген сондайға тапсырып көріңізші анализ деп. Оказывается, ондай да болады екен. Жаңағы кетпей жүреді екен, грибок или бактерия болса, жаңағы тамақта. Енді соған жаңағы дос врач айтты, я соған тапсырып көрші деді. Сондай мен анамнан да болды деп. Ой, бір жөтелем деп, бір аурам деп ары қарай қиын болып кетті ғой барлығы.
сондықтан енді әрине до конца емделу керек. Бірақ хотя мен енді ішпеген дәрім жоқ, бәрін істеген сияқты болдым. Бірақ енді сонда да эффектісі аз болып тұр ғой. Енді ары қарай емделіп осыны жазылғанша енді до конца емделейін деп тұрмын. Сөйтіп бір шошыдым мен бүгін. Бірақ енді паникаға берілген жоқпын, ешкімге деп шулап айтқан жоқпын. Просто ондай емес, нормально деп өзімді успокоила. И шүкір. Сол себепті кейде врачтарды да тексеріп қою керек екен. Енді қаншалықты тәжірибелі врач екенін білмеймін. Біршама ақша төледім ол врачтың приемына. Бірақ енді мені бір шошытты ол кісі. Мына жерде үлкен больница, конечно, ол жерде өте тәжірибелі врачтар. Сондықтан ол кісі бір көрді айтты, жоқ, ондай емес. Фотосын да көрсеттім, өзі сосын қарадым да айнамен. Зато связкаларымды бір тексертіп алдым. Сондықтан сақ болайық, аман болайық, ауырмайық, және емделгенде до конца емделейік. Мен сияқты жүрмеңіздер. Бүгін кеше ғана тұсаукесер өткен «Родной 2» фильмінің көрсетіліміне барып келдік. Өзіміз арнайы билет алып. Өйткені жақсы деп, күлкілі деп айтқаннан кейін барып көрейікші деп. Негізі бірінші часть бізге ұнаған болатын. Бірақ екінші часть слабовато. И мен алдында да соны айтатынмын. Байқасаңыздар, шынымен де қазіргі киноларда уже мәдениеттілік жоғалып бара жатыр. Полный бұғауыз ғой кино. Енді қазір вообще көп кинолар іші толған бұғауыз. И вот олар ойлайды, что бұғауыз айтса классно, кино өтеді деп ше. Это реально күлкілі кино деп ше, тренд болады деп. Неге олар бұғауызды изюминка қылып алған, мен соны түсінбеймін. То есть изюминка ол бұғауыз болып тұр да қазіргі уақытта. И мына кинода толған бұғауыз іші. Кинолардың 1, 2, 3, 4 деп жаңа сандары арасына уақыт салмай шығып отқаны уже сценаристердің фантазиясының жетіспей жатқанын көрсетіп жатыр, на самом деле. Уже кинода не жоқ, сценарий жоқ уже, история жоқ. Уже не знают, что делать. Уже біліп тұр. Уже ана жерде образ шығару дейтін ой жоқ. Лишь бы киноны бастадың ба, болды бітіру керек. Бірдеңе істеп бітіру керек әйтеуір киноны ше. Уже сондай. Действительно, киноиндустрия қазір баяғы MP3 әндер сияқты кәдімгі ақшаның көзіне айналып кеткен. Өздерінше жаңағы киноиндустрияға біз жаңағы дамытуына қол ұшын бергіміз келеді деп айтады. Но, как я говорила до этого, деградация идет полная. Это не искусство, это уже бизнес.